Ұмытылып кеткен дәстүр, ұмытылып кеткен мейрам. Біз бұны жаңартамыз, айтамыз, тойлаймыз. Сәттік барсаңыздар! Ассалаумағалейкум аға. Тағы да біздер мынау балық қорғау инспекциясының басқармасының басшысымен бірлесіп жасап жатқан бұл жарыс, сайыс. Сол себепті қазір балық қорғау инспекциясының басқармасының басшысы Нұрлыбек Кайсин ағамыз бар. Сол кісіге бір-екі ауыз сөз. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі әуесқой балық алушылар, бүгінгі әрбір жылымыздың шілде айының екінші аптасы балықшылар күні мерекесі болып аталғандықтан біздер Жайық Каспий облыстық бассейн балық шаруашылығы инспекциясы қызметкерлері және Аслан Омар, одан басқа балық аулау еріктілерімен бірге қосылып, бүгінгі таңда сол жоғарыда айтқан мерекемізге байланысты бүгін 7 шілде күні әуесқой балықшыларға спартакиада ұйымдастырып жатырмыз. Ал енді мына біздің балықшыларға, Атырау балықшыларына барлығына тілердің барлығына сәттілік. Бүгін бәрі жеңіп шықсын, мықтылар жеңсін, қалай болғанда да. Мынау енді осындай жарыстар, осындай бір мероприятие көп бола берсін. Мына Аслан бауырымызға өте көп рахмет, осыны ұйымдастырып, осындай қылып қырын халық жиналған мұнараға керемет ұйымдастырушы адамдарға үшін барлығына Дұғай сәлем, барлығына рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті Атырау тұрғындары және осы жерге бүгінгі шараға қатысып жатқан балықшылар. Бүгінгі керім шара өтіп жатыр. Бәріміз де қуаныштымыз. Мына жерде бәрінің көңілдері көтеріліп, жақсы балық аулап, енді бірінші балықты шығаруды біздерге бұйырып жатыр. Ары қарай да барлық балықшыларға осы жерде сәттілік тілеймін. Соның ішінде мына Аслан бауырымызға көп рахмет. Осы шараның бәрін ұйымдастырып, жайықтың тазалығына, балықшылардың бәрін ауызбіршілігіне жақсы жұмыстар жасалып жатыр. Ассалаумағалейкум барша балық сүйер қауым. Бүгінгі мына енді кереметте бір осындай жақсы бір форумның және де осындай керемет бір мерекенің куәсі болып жатырмыз. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Және мына осы форумды ұйымдастырып жатырған арнайы мына Рыбақраны және мына Аслан Омар бауырымыз көп рахмет. Бұл кісілерге осындай балықшыларға кереметтей мүмкіндік беріп, осындай мүмкіншілік сыйлап, осындай балықшыларға кереметтей осы ақжайығымызды тазалықта ұстап, ақжайығымызды осындай кереметтей бір демалыс өткізу, сондайларға бір өзі бір үлесін қосып жүрген осы азамат жігіт. Сол себепті ал мына бүгін қатысып жатқан қатысушыларға барлықтарына осы жерден 10 команда қатысып жатыр. Каждый командадан енді 5-5 адамнан өздерінің каждый капитан командалары бар. Сол барлығына сәттілік тілейміз. Жігіттер, бәріңе сәттілік. Осындай мерекелік шаралар, осындай форумдар көп болсын деп тілейміз. Және де осы Аслан Омар бауырымыздың ұйымдастыруымен осындай игі іс-шаралар, қайырымдылық шаралар, осындай тазалық шаралары көп болсын, молынан болсын деп тілейміз. Ал барлықтарыңызға сәттілік. Ассалаумағалейкум.